Мағжан Жұмабаев атындағы IT мектеп лицейінде мерекелік концерт өтті. Жеңіс күніне орайластырылған іс-шараға мектеп оқушылары мен ұстаздар қатысты. Кеш барысында білім ордасының тәрбиеленушілері мен ұстаздары Ұлы Отан соғысы, туған жер тақырыбында әндер шырқады. Аталмыш шараға олар бір ай бойы дайындалған. Көптеген орыс және украин тіліндегі әндерді қазақ тіліне аударып келген қонақтарды назарына ұсынды. Осылайша олар еліміз бен халқымыз үшін қасыққаны қалғанша шайқасқан батыр ата-әжелерімізге құрмет көрсетті. Жалпы бүгінгі күні мектепте 706 ұл мен қыз білім алуда. 49-ы мектеп бітіруші, бір түлек алтын белгіге, жетеуі үлгілі аттестатқа үміткер. Осы айдың ішінде біздің оқушыларымыз әртүрлі сайыстарға қатысып, осы қалада өздерін жақсы көрсете білді. 9 мамырға арналған ассамблеяда өткен сайыста «Катюша» деген өлеңді қазақ тілінде орындап, жақсы пікірлер алғанды. Енді бүгін осы ұстаздың ұйымдастыруымен біздің мектебімізде алғашқы рет концерт ұйымдастырылып жатыр.